Жалпы бізде мына 4-ші схема турбинаның схемасы. Біз 3-ші схемада қазандық агрегатын өттік. Яғни қазандықтан қайнаған бу турбинаға баратын айттық. Оған су, экранный трубаларға су бізде экономайзерден келеді. Экономайзерге су деаэратордан питательный насос арқылы экономайзерге барады. Міне бүгін біз өтеміз турбинаға будың барып, қайтадан питательный насос арқылы экономайзерға келгенге дейінгі сызбасын өтеміз. Жалпы бізде турбина 3 цилиндрдан тұрады. Цилиндр высокого давления, цилиндр среднего давления, цилиндр низкого давления. Осы 3 цилиндрді бір-бірімен жалғап тұратын бір вал болады. Труба. Ол қозғалмайтын бөлік. Сосын валдың үстінде ротор болады. Ротор ол айналатын бөлік, қозғалатын бөлік. Турбинаның роторы генератордың роторымен жалғасады. Яғни турбинаның роторына лопаткалар бекітіледі 25-45 градуспен. Ол лопаткалар бірдей 25 градус немесе бірдей 45 болмайды. Мысалы, бірінші лопатка 25 болса, екінші лопатка 27 градус, үшінші 29, бір-бірімен олай орналасу себебі расширение пар болу үшін лопаткалар солай орналастырамыз. Енді лопаткалар қалай айналады? Жоғары қысымды бу келген кезде будың қысымның әсерінен лопаткалар айналады. Лопатка айналғанда ротор қозғалады. Ротор қозғалған кезде генератордың роторы да бірге қозғалып, электроэнергиясын береді. Ол электроэнергиясы трансформатордан шығып, лэп дейді, линия электропередачамен потребительдарға кетеді, жарық беру үшін. Енді турбинада жалпы жұмысқа қосылуы, қазандықтан келген кезде турбинаның жұмыс істеуі үш негізгі жұмыс принциптен тұрады. Біріншісі ол с холодного состояния дейді турбина. Екіншісі турбина после ремонта дейді, яғни турбина авариялық ситуациядан кейін ремонтталып, қайта жұмысқа кірісіп. Үшіншісі с резервного состояния дейді. Резервный состояние қай кезде болады турбина? Бізде білеміз отопительный уақыт октябрьден апрельге дейін. Отопительный уақыт ол кезде отопление, горячее водоснабжение, ГВС су, осының барлық қосылып тұрады. Нагрузка максимальный болады. Яғни біз максимальный нагрузка, средний и минимальный нагрузка болады бізде. Минимальный нагрузка примерно 30% сондай болады, 30-50%. 50-70 ол средний, 70 пен 100 арасы максимальный. Максимальный нагрузка болады. Максимальный нагрузкада, мысалы, ТЭЦ-те бізде 6 турбина болса, біз 6 турбинаны қосып қоямыз. Яғни максимальный нагрузка қалай болады? Мысалы, Т турбиналарда бізде мегаватт 110 болады. 3 Т турбинасы бар бізде. 110-нан 3-ке көбейтеміз, 330. И бізде 3 ПТ турбина бар, 80-дік, ПТ 80-дік. 240, 330-ға 240 бізде болады, сонда 570 мегаватт. Турбинаның максимальный нагрузка 100% істейді. Жазды күндер 90%, 30%, ол қалай? 570-тің жаңағы 30%. Мысалы, ол болады 150 мегаватт ыстық суға бізге жететін болады. Резервный состояние қалай болады? Жазды күндері біз 6 турбинаның 3 турбинасын ғана қалдырамыз. Басқа турбиналар бізде максимальный нагрузка болмағандықтан сөндіріп қоямыз. 3 турбинамен жұмыс жасай бастаймыз жазды күндер. Сосын авариялық ситуация болса, жаңағы істеп тұрған 3 турбинаның біреуі сынып қалса, егер авариялық ситуациямен резервте тұрған, сөніп тұрған турбинаның біреуін қосамыз авариялық турбинаның орнына. Осы турбинаның резервный состояниеден рабочий состояние ауысқан. Осы үшінші түрі осы болады. Енді турбина қалай жұмыс жасайды? Бірінші бізде қазандықтан, яғни параперегреватель. Параперегреватель деген буды қыздырады. Ол температура 550-560 Цельсий градустың аралығында болады. Қысымы
120 мен 130 килограмм немесе 12-13 мегапаскаль арасында. Ол турбинаға байланысты, турбинаның конструкциясына байланысты. Турбинаның конструкциялары П тәрізді, Т тәрізді, әртүрлі Г тәрізді болады. Әртүрлі турбиналар толып жатыр турбинаның түрлері. Енді острый пар келеді. Острый пар келген кезде біз турбина, егер холодный состояние, мысалы, турбина енді жұмысқа әлі істемей тұр, енді пары келейін деп жатыр турбинаға. Ол кезде біз не істейміз? Бізде турбинада мынау қарамен белгілі тұр, кішкентай бірінші тұрған. Ол бізде острый ГПЗ дейді, кішкентай 201 главный паровая задвижка. Оның екі байпасы болады. Главная паровая задвижка. Байпасы ол турбинаны біз басында іске қосқан кезде бірінші сол байпас арқылы жібереміз. Себебі ГВС бізде главная паровая задвижка жабық тұрады. Турбинаға біз бірден бермейміз парды. Неге бірден бермейміз? Себебі турбинамыз бізде әлі суық. Ол бірінші турбинаның корпусын, лопаткасын, роторын біз қыздыру керекпіз. Содан кейін барып, қызғаннан кейін барып, турбина қалыпты режимде жұмыс жасайды. Сондықтан байпастар сол үшін керек. Байпастар екеуі болады. Бірінші байпас бізде ручной регулируемый, екінші байпас бізде болады автоматически регулируемый байпас. Автоматически регулируемый байпас, яғни задвижканы біз ол щит управлениеда машинисттар бақылап отырады пуск турбина кезінде. Ручнойды ол кез келген обходчиктар, жаңағы старший машинист немесе жаңағы инженерлердің рұқсатымен, нұсқауымен қозғалтып отырады оны, өзгертіп. АЗВД деген немене? АЗВД деген автоматический затвор высокого давления немесе стопорный клапан. Ол турбинада авариялық ситуация болған кезде біз стопорный клапанды бірден жабылып қалады стопор. Себебі авария болып жатқан турбинаға біз парды, острый парды бере алмаймыз. Ол турбинаның роторын сындырады, лопаткасын сындырады, роторда вибрация болады. Сол үшін біз оны стопорный клапан жауып тастамаймыз. Неге біз ГПЗ-ны жаппаймыз? Себебі ГПЗ-ны жабу уақыты 3-7 минут уақыт кетеді, оны толығымен жауып болу үшін. Ол бізде өте көп уақыт, сол уақытта бізде турбинаға пар кетіп қалуы мүмкін. Турбинада пар қалмау керек сол уақытта. Енді острый парды біз перепускной труба дейді, ішкі жағындағы трубалар, перепускной трубамен біз корпусты, жаңағы лопаткаларды, роторды ақырын қыздыра бастаймыз температураны. Примерно 500 оборотқа апарамыз, 500 оборотқа айналады. Сол кезде біз турбинаны тыңдаймыз. Роторда вибрация болып жатқан жоқ па, лопаткаларды сынып жатқан жоқ па, немесе турбинада басқа звук жоқ па, соны қараймыз. Егер барлығы нормальный болса, бір жарты сағат қарағаннан кейін, ұстап тұрғаннан кейін оборотты 500-ді 1000-ға апарамыз. 1000-ға апарған кезде де жаңағындай ситуация 20 минут бақылаймыз барлығын. Если нормальный болса, бірден турбинаның стандарт обороты минутына, турбинаның айналу жиілігі ротордың 3000 оборот минутына. 1000-нан бірден 3000-ға көбейтеміз. Яғни ол кезде біз турбинаны неге 1000-нан сразу 3000-ға көбейтеміз? Себебі 1500-ден 1700 обороттың арасы ол критический зона дейді, зона критический дейді. Яғни ол турбинаны біз постепенно, егер ақырын расширение пары оборотын көтерсек, онда расширение пары бізде жоғалтып аламыз. Расширение пары болмай қалады, тоқтап қалады. Ол турбинаның процесін қиындатады, яғни турбинаны сөндіріп алуымыз мүмкін. Сондықтан 1000-нан бірден 3000-ға көтереміз. Неге біз 500-1000-да постепенно көтердік? Себебі 500-1000-ға дейін біз турбинаның роторын, лопаткасын, корпусын қыздыра бастаймыз. Ал егер мысалы турбинаның роторын, лопаткасы корпусынан бұрын қызып кетсе, онда біз турбинаның уплотнение болады турбинада. Уплотнение деген ол ЦВД мен ЦСД-нің арасында, ЦСД мен ЦНД-нің арасында, ЦНД мен генератор. Яғни
бір цилиндрді екінші цилиндрмен байланыстырады. Біріккен жерінде шел болады, яғни тесік болады. Сол тесіктен пар өтіп кетпеу керек, яғни потеря теплоты дейді, болмау керек. Сол үшін уплотнениемен жабамыз, уплотнение жасайды. Цилиндрлардың арасындағы уплотненияларды соединяющий дейді. Концевой деген өзінің атында тұр, соңында тұратын уплотнение. Ең соңында шығысында және кірісіндегі жауып тұрады, сол жерден пар кетіп қалмау үшін. Концевой уплотнение дейді олар. Сол уплотнениеға пар береміз. Уплотнениеға парды главная паровая задвижканың алдынан береміз. Яғни главная паровая задвижканың алдынан уплотнениеға пар береміз. Ол пар ротормен бізде лопаткалардың температурасын ұстап тұрады, корпустан бұрын қызып кетпеу үшін. Егер де керісінше бізде корпус қызып кететін болса, яғни ротор мен лопатка емес, корпус қызып кететін болса, онда біз уплотнениедан парды алып, фланцевый шпилька деген бар турбинаның алдында. Вот соған пар береміз. Оған фланцевый шпилькаға парды бергеннен кейін біз корпустың температурасын ұстап тұра аламыз. Егер барлығы нормально болса, бұны жасамаймыз. Сосын турбинаның ЦВД-сынан CSD-ға барады. Бұл төменгі мощность, низко мощный қысымда жұмыс істейтін турбиналарда, яғни қысымы төмен турбиналарда, ПТ турбинасында, Т турбинасында сондай болуы мүмкін. ЦВД-дан бірден CSD, одан кейін CND-ға барады. Ал егер жоғары қысымда турбиналар болады, мысалы 1200 мегаваттық, 1800 мегаваттық үлкен турбиналарда ЦВД-дан пар шығып, қайтадан қыздырылады, пароперегреватель болады. Ол жерде пароперегреватель шиырма, содан өтіп, қайтадан CSD-ға келеді, одан кейін ЦВД-дан шығып, котелға барады, сосын CSD-ға барады. Бұл турбинаның мощности көп болса, егер турбинаның мощности төмен болса, ол ЦВД-дан CSD-ға, CSD-дан CND-ға барады. Сосын 3000 оборотқа көтергеннен кейін барлығы нормально болса, турбина жұмысын жасай береді. ПВД, ПНД жаңағы олардың барлығы суды жылытады. ПНД-дің айырмашылығы, ПНД ол низкотемпературный, төменгі, яғни қыздырғыштар. ПВД жоғарғы қысымды қыздырғыштар. Бұлардың барлығы цилиндрлардан, яғни отборлардан парды алып, кетіп бара жатқан суды қыздырады. Содан кейін суыған бұл конденсат қайналып, основной конденсатный линияға түседі барлығы. ПВД, ПНД, осының барлығын конденсат, ПСГ барлығының конденсаттары конденсатный линияға шығып, аэраторға барады. Енді ПСГ дегеніміз не? ПСГ дегеніміз бізде подогреватель сетевой горизонтальный. Ол потребительдер, яғни халыққа отопление, ГВС, горячее водоснабжение, осының барлығын қамтамасыз етеді. Яғни су келеді, сол суды жылытып, 150 градусқа дейін жылытады да, неге жібереді? Потребительдерға. Тепловой магистральмен. Сосын оны әрбір жилой комплекс үйлерге барады да, тепловой пункттар арқылы халыққа барады. Вот енді теплотранзиттің бұл жерде қызметі қандай? Теплотранзит ТЭЦ-тен, яғни ПСГ-лардан шыққан, ТЭЦ-тен шыққан отопленияға, ГВС-ке кеткен, центральный магистральмен кеткен, яғни суды, жылуды. Осы теплотранзит бақылайды. Тепловой пункттардағы қызметін қарайды, магистральға кеткен құбырды тексереді, осыны қарайды. А су арнасы, мысалы Астана су арнасы, олар қарайды, судың құрамы фильтрациялайды, сумен қамтамасыз етеді. Енді энергосбыт дегеніміз, энергосбыт осының барлығын ақшасын есептейді, энергосбыт. ПСГ-ның қызметі осы. ПСГ-да теплообменник сияқты потребительден келген су қызатта 50-60 пен келген су 150-ге дейін қыздырылады.
CSD-дан отбор алат олар. Яғни CSD-ның PND1, PND2-ге берілген отборларынан PSG1, PSG2-ге қосымша отбор беріледі пар. Сол арқылы қызған буы конденсат болып түсіп, линия конденсатаға түседі. Бұлардың бәрі деаэраторға өтеді. Енді конденсатордың қызметі қандай? CND-дан пар, уже отработанный пар CND-дан конденсаторға түседі. Конденсатордың іші теплообменник сияқты ол да, бірақ пучоктар болады ішінде. Бірнеше кішкентай 500 мың, әртүрлі 2000-ға дейін трубкалар болады. Оларға цирк вода келеді, циркуляционный вода, яғни сұйықталған цикл. Ол градирныйден келеді. Градирный деген үлкен башня, төбесінен жаңа бу шығып тұрады. ТЭЦ-ке барғанда көресіңдер. Астананың ТЭЦ-іне барған кезде де анау пропусктан өтесіңдер ғой, анау отдел кадрдан пропусктан өткен кезде оң жағында сразу градирный тұрады, үлкен 2 градир. Төбесіне бу шығып тұрады. Вот сол конденсаторға су содан келеді, 20-30 градус температурамен 2-3 килограммен келеді. Сосын мына жақтан трубкалардан просто өтеді, а CND-дан пар келіп, конденсаторға келіп, суи бастайды. Конденсат бола бастайды да, конденсатордан насоспен PND-ға қыздырылуға береді. Енді су CND-дағы буымен қызып кетті ғой, температурасы көтерілді, ол градирныйға барып, башняға барып, суит, яғни буы аспанға шығады да, су қайтадан циркуляцияға кетеді. Деаэратордың қызметі қандай? Деаэратордың қызметі, яғни келген суды, қыздырылған судан, деаэраторға дейін судың температурасы қанығу температурасы дейін болады, яғни 100 градустан төмен болады, 80-90 примерно сондай болады. Сосын деаэратордан жоғарғы жағынан ол мантоварка сияқты тесіктері болады, тарелка. Сулар түседі төмен қарай тамшылап. Сосын астыңғы жағынан бізде бу беріледі, яғни астыңғы жағынан бүйірінен бу беріледі да, ол бу төмен қарай түсіп келе жатқан судың құрамындағы газдарды жоғары қарай көтереді. Ол жоғары жағында деаэратор, оны күніне 2 рет таңертең кешке обходчиктар ашып, выхлоп газын шығарып отырады. Сосын деаэрацияланған су бак аккумуляторға түседі. Деаэратордың астында үлкен бак аккумулятор болады. Бак аккумуляторға түседі, одан питательный насос арқылы сорылып экономайзерға беріледі. Экономайзер дегенде барабанный болсақ, қазандық барабанға барады, ол уходящий газдармен қыздырылады, яғни температурасын ұстап тұрады экономайзер. Одан кейін барабанға барып, барабанда пароводяной смесь, яғни суы коллекторлармен топканың экранный трубкаларына барады, пары пароперегревательмен қайтадан острый пар болып СВД-ға келеді. Ал егер прямоточный котел болсақ, онда бірден топканың экранный трубкаларына барып, пароперегревательмен неге барады? Барабанға барады. Негізі көбінесе жоғары қысымды турбиналар, жоғары қысымды қазандықтар, турбина болсын, прямоточный болып келеді. Барабанный основном ол төменгі қысымды барабан арналған. Барабанның қызметі осы.